Ya Allah. Әулие адам еді ғой, жуас, еш қатысы жоқ. Көтендер мен жетімдерлер жуас қой, еркектер. Әшекеңнің өзі көкөңілдің бармаған жері жоқ адам еді. Үш жерден қамайтын еді. Адамы да келді, көп жиналды. Жуас адам еді ғой, ондай бір кісілігі жоқ. Біреулер шіреніп тұрады ғой, ондай мінез жоқ да, осы момын. Атам осындай қызметте Мұшқондар атаңның Şeyler жігіт тұсап асап-асап. жіберіп. өте жас кісі еді ғой жағынан. Осы кісінің жасына жетіп енді осы кісінің жолын берсін. Мен бірінші кейінде тауысып қойдым. Ой, айналайындар. Ысымадыңыз ба? Ысымадыңыз ба? Шешпейсіз ба? Сымайды. Ысандарасында, қаласасында нашар көрінбейін деп отырам ғой. Ыстықладым, анау-мынау деп сөзді көбейтпей отыр. Апам бойдақ болды ғой деп зерттейміз ба? Сайтандан қамайды. Айша еспей Апам қапты біліп да. отыр. Естіп отыр, апам біліп отыр. Амалы болсандай аппарат алып берсеңіздер естетін болса. Тақпайым дейді. Ондай тақпайым дейді. Біздікі де тақпайды. Мен де ағам емеспін. Шул болып қалды құлағымда. Шулай алып алмай істейді біреулер еді. Амайын деймін. Неге дейді? Шулдап тұрады деймін, неме дейді ғой. Нашарлағанда жақсы болып, ана бала шағаның анау-мынау сөзін естіпеймін. Естісең араласасын дейін де. Естіпегесі тіл жұрды. Ол да бір жақсы. Ана аппарат алмаймын дейді. Тамақ, шақ тамақ. Бір жағы жаны бар сөзі ғой енді. Бірақ бір жағы құлақтың ескенде керек. Ана бір жерде бір кісілерін бірге отырсақ, бір әжептәуір әңгіме айтатын кісілер болып қалады да, соның әңгімесін естіпейді. Соған керек екен жаңағы естігенге. Айналайын. Балдар жаңа әсекеңнің жұмысыменен кетіп еді. Қағаздар тур ғой. Үйде мына немере бар, келіндер бар. Ар жақта дел ашқан ғой. Соны қысқарту бар. Әжеңіз сізге бірде бір ұрысқан емес шығар. Айтып қойыңызшы. Переводчикна кім екен ғой? Атам сізге ұрыспаған шығар дейді. Атам ұрыспаған шығар дейді. Не берген шығар? Ұрыспаған шығар дейді сізге. Жақсы естеді. Ұрыспадыңыздар ма? Құлақ естіген андай. Сәл мынандай расстоянияда сөйлесеңіз. Жақын сөйлесеңіз. Ұрсатын адам емес еді ғой, ұрсатын адам емес. Сөз бір волнасы ғой.